Катонқарағай ауданының таңғажайып табиғаты тамаша. Теңдесі жоқ әйгілі мұзтаудың етегінде орналасқан Көккөл кеніші туралы айтпақпыз. Бұл Көккөл кеніші 1938 жылы Көккөл асуында салынған теңіз деңгейінен 3000 метр биікте орналасқан тау кеніші болды. Көккөл кеніші жоғарғы лагер, төменгі лагер ауылдар арасындағы жол Ақберел өзені арқылы өтетін көпір. Мұнда Ұлы Отан соғысына дейінгі уақытта 1938 жылы вольфрам мен молибден өндіру, тұрғын үй және жұмысшы ауылын салу бойынша жұмыстар басталған болатын. Кеніштің өзінде жоғарғы лагер немесе Көккөл кеніші асуында барақтар, кеңсе, клуб, қойма, ұстахана, байыту фабрикасы салынды. Батысқа қарай 8 км қашықтықта Көккөл сарқырамасы маңындағы орманды аймақта жұмысшылардың үйлері, ат ұстайтын қоралары, мектебі, наубайханасы және моншасы болды. Кішігірім таудың биіктігі ауылдың өзі алақандай тамаша табиғаттың аясында арнайы салынды. Кеніш 1938 жылдан 54 жылға дейін жұмыс атқарды. Бұл кеніште Катонқарай өңірінің тұмалары жұмыс атқарды. Базарбай Аршабаев, Бейкен Жұмағұлов, Сансызбай Жұмағұлов, Бойлаш Тұрымов, Мәтай Есімханов, Қамшымай Жұмағұлов, Кәсен Сәбиев, Бәшкөн Қадырбаева, Алтынбек Бұқатов, Долдаш Нұрбаев, Толықбай Аманов, Мүгілсін Сләмова, Балауса Сақариева, Әсия Сәбиева, Дөске Қатукенов, Айтөш Қанапинов, Дәме Мошанова, Бәткөнте Есімханова, Кәмеш Жадринова, Бәтима Сарбасова, тағы басқалар. Туған жердің талантты тумаларының ұрпақтары осындай мақтаныш болған жерлестерін қашанда мәңгі жадында айтып жүреді. Тарихтағы елеулі орналар Көккөл кенішінің де орны да бөлек, аңызы да бөлек. Бүгінгі ұрпағы үшін бұл керемет естеліктердің бірі. 1941 жылдары осы молибденнің өзі Отан соғысының уақытта танкілерді қаптау, брондау үшін пайдаланды. Вольфрамның ауырлығы сондай 6-7 атпен әреңдеп шығаратын болды. Бұл жерде орналасқан әрбір пайдалы қазбалардың өзі молибденнен басқа алтын, сонымен қатар тау хрусталі. Айта берсек, Менделеевтің барлық таблицасындағы пайдалы қазбалар кеніші осында болды.